Ассалаумалейкум қыздар. Бүгін сіздермен кеш монтаждалған видеомен бөлісейін деп тұрмын. Бұларды мен Алсат каргосымен бердім. Примерно 2 айдай күттім. Қазір бірге ашып көрейік. Монтаждауға енді босадым. Бірінші бізде мынадай кішкентай коробка. Меніңше бұл Тиффанидің заты болуы мүмкін. Видео басталмай тұрып, каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Дәл айтты. Бұл бізде Тиффани брендінің браслеті. Оригинал. Қанша екенін ұмытып қалдым. Қараңыздар, мынадай пакетімен. Мына жерде документі. Күштетіп салып жіберген. Тоже мынадай. Ашып көрейік. Вау. Күштетіп салып жіберген. Качествосы қарайық. Вау. Қандай керемет. Машалла, күшті екен. Мында сіздерге көрінем екен. 925 деп тұр. Мен цепочкасын бердім ба, есімде болмай тұр. Әлде осындай цепочкасымен келген. Тоже мына жерде 925 деп күміс проба деп жазылып тұр. Бірақ меніңше күміс емес сияқты. Себебі өте жеңіл. Но бағасына тұрады. Осындай декор ретінде, эстетика ретінде алған. Өзімнің үйіме алған. Өте күшті ұнады. Біз қондырдық. Қазір видеосын жасап кететін болған. Қалай тұрған күшті ұнады. Просто мына жерде минусы басына вилкасы болды. Былайынша 8 түрлі болып жанады. Мана баяу, біреу тез-тез и өшіп жанып солай-солай. Вау! Бүгін осы гирляндайды қондырдық. Келін бөлмесіне күшті тұрған. Менің заказым, өзіме берген юбкам болды. Описание бәрін оққанда маған жақсы сияқты көрінді. Но енді качествосы бәрі күшті, но ұзын емес екен, тобықтан жоғары болып тұр. И мына жерде мен көрсете алған жоқпын. Асығыс қараппын, етек жағы тігілмеген. Но екінші тағы заказ берген кезде де дәл солай келді. Юбканың фасоны сондай болған болып тұр. Бірақ бағасына стоит, енді 1400-ге алғанға тұрады. Но материалы деген күшті, прямо жазға киюге, көктемге де кәдімгідей күшті екен. Бірақ мен кие алмадым. Келесі осындай посылканы берді. Мынау сыртында 90 см деп тұр. Бұл мен қызыма берген водолаз болған. Но ішінен жұтып алып кеткен жайын. Оны қалай кім алғанын білмеймін. Но мен кәдімгідей жыртылған. Үші көңілім қалып тұр. Жалындап қалдым. Етек еткісі бәрі тұр. Но водолаз жоқ. Пустой. Келесі бізде қандай посылка көрейік. Осы жолғы заттарының көңілім қалып жатыр. Бұл не? Бұл не? Вакуумная машина. Мен балама бергенім.
Вау, маған даже мынадай беріп жетті. Мынау, кажется, шаш түскенде киіп алып отыратын сияқты запонка маған. Былай шашын былай аласың. Тарағы бар екен. Аяқ. Бұл не екенін білмеймін. Мына жерде екі насадкамен осылай келген. Мына кажется зарядтайтыны. Вау, күшті, супер. Шаш маған жиналады, кажется. Маған қыстыру керек. Давайте қыстырып көрейік. Так, мен осылай насадкасын қыстырдым. Қазір зарядталып жатқан сияқты. Зарядкасы жоқ, кажется. Қосылады екен, зарядкасы бар екен. Маусыз да зарядталып істеліне керек екен. Енді шаш алып көру керек. Содан кейін істеліне бөлсеңіз. Фен қосылып сорып істедіңіз. Күшті екен. Қаттанады. Заказ беруге болады екен. Берім. Бұл бізде утюжок қолмен жасауға. Біздің щетка. Мен екеуін бір магазиннен бергем, сол үшін бірге салып жіберген. Одан кейін біздің утюжок. Қытайларда бір жаманы бәрі осындай. Оның басын ескермей қалыптым. Оның басын алу керек. Сіздерге қосып көрсете алмайтын болдым. Мынадай су құятыны. Мынадай тазалайтыны бар екен. Қазір мынаны ашып қарайық. Бұл жақсы качестводағы түрі. Сіздерге ашып көрсете алмайтын өкінішті. Жақсы екен. Hyundai фирмасынікі. Қыздар, міне өзіме қолданар кезде сіздерге видеоға түсіріп алдым. 3 режимі бар екен. Жасыл, сары, қызыл. Мына жерде пары күшті шығады. Басып тұрғанда күшті шығып тұрады. Тоқтан айырғанда сразу өшеді. Безопасностьқа жақсы екен. Маған қатты ұнады. Мына жерде көрсетіп жатырмыз сіздерге. Алуға болады екен. Қыздар, видео ұнаса лайк басып каналға тіркеліп қойыңыздар. Тағы күшті распаковка